Қайырлы таң оқырман. Кеше ғана Аружан интервью берген еді, әлі де халық шулап жатыр. Бірі жігітті қолдаса, екіншісі қызды қолдап жатыр. Даттап жатқандар да аз емес. Өте көп пікір, енді қаншама адам, соншама сөз болады. Арген өзінің пікірін айтқан болатын, көрейік не деп жатыр екен. Сөздің ашығы мындай керек екен да, бір қатын жамандап, хайпавать етіп, ошентип жүрүшүң керек екен, интервью берип анын ойындачы. Жок, биз андай эмеспиз, реально. Мен өзүңөр мени салыштырбайгыла. Мен даже элементарно өзүмдүн досумду жамандайбы. Мен ал анткен, тиген деп кошуп ташып. Просто, блин, өзүнүн өмүрү кызык эмеспи, зачем? Да, мага айтат там хайпа жок, там хайпавать ете берет. Где там логика? Мен бир оз жамандадымбы? Бир оз бирдеке деп чыгардымбы? Просто жашагылачы, жандарым, жашагылачы, өзүңөрдүн жашагыңар менен. Ал дагы бир тынчыбак ойду бар го. Сөздүн ачык ажырашып дагы кутула албайтам, реально. Хайп үшін жасап жатыр ма Аружан? Арген болса күйеуіне шықты. Енді неге мені қозғамай өзінің өмірін сүре бермей ме дей ме қызға? Сондай наразы жиналған екен Аргенде. Ал сіз қалай ойлайсыздар? Унчпеле го, негизи кызда бир жакшы сөз бар да, атаң өлтүргөнгө апаңа бер дегенчи. Ошону сен пайдаланып келтам, ажырашкандан кийин бир жолу интервью бердим. Анда да өзүм мал кылдым да, мен өзүм конченый үчүн ушинтип ажыраштык деп. Анын бактысын буза албайын деп. Адам канча ойлогон сайын билбейм, пиздец болуш керек болот. Реально Аружан интервью берген болатын. Аргенмен болған жағдайдың бәрін қалай болғанын баяндап берді. Тұрады бір кезде жерінен ұстап алады ғой, шошқа тем есікті ашады. Кір дейді, короче. Ол кезде ұрған жоқ. Просто бүйтіп қолына қат ұстап итерген моменттер болды, былай ары бері. Қысқаша айтсақ, Аружан Аргенді сүйгені соншалық. Күйеуге шығуға дейін сұрап алды деуге болады. Келіндік қызметін бастапқы күндерінде Аружан Аргеннің ашулығын бірінші рет көріп аң-таң болған. Жігіт басында ашылмай, үйленгеннен кейін шынай бетпердесін көрген екен қызымыз. Блогта бәрі керемет, бәрі күшті деп көрсеттім деді Аружан. Тойдың болатын күннен бастап Аргеннің агрессиясын көрген болатын. Барлық ұрыс-керіс ақша жетпеушіліктен болған екен. Пәтердің ақшасын төлей алмай жүрген Арген шапалақпен Аружанның бетінен соғып, Аружанның тіптен құлағы естімей қалатын дәрежеге жетіп, Арген бір кезде пышақ алып, бірінші сені өлтірем, сосын өзім өлем деген екен. Қорқынышты жағдай. Масқара. Енді интервью тыңдап, жүрегім ауырды Аружанға. Аружан Аргенді жақсы көріп, көп нәрсеге көзін жауып кешіре берген екен. Солай интервью 3 сағаттай болды. Толықтай сонда көрсеңіздер болады. Мерседес болады, машинандай, темір машина бар. Сөйтіп бір кезде мен ұйықтап жатқан жерден, тұр дейді, өлмейсің деп айтады маған. Өлмейсің дейді, мен түсіп көріп жатырмын. Ал Арген болса осы жағдайға былай жауап берді. Шыдамдылықтың өзінде де шегі болады. Бұл күйеуге тисе де әлі де жамандауын тоқтатпады. Иә, мен жаман адамын. Бірақ бір сөз бар, ақ бүгіледі, бірақ үзілмей. Ораз алдында айтайын, Аружанның сөздер тек 20% дұрыс. Бірақ не үшін сұхбат береді? Мен еркек басыммен тілімді әлі тістеп отырамын. Көзге шөп салмадым дейді Арген. Солай, енді кімдікі өтірік, кімдікі шын? Сіздер кімге сенесіздер? Короче, айыз Кыргызстанга келип калыптыр. Кыргыз кылып жасап койдук. Неге десеңер, кыргыз кыздарга дайын депчи. Сәлеметсіздер ме? Салам достар. Салам достар. Чоң рахмет. Рахмат эмес, рахмат. Рахмат, доня лаваш, айс краш. Ана. Ушинтип, короче, Айсажан Кыргызстанга келип калды. Как всегда, өзүбүздүн чапан кийиздик, калпак кийиздик. Мага жарыса деген. Биз көчөгө чыгып барганбыз, кыздар. Да, Настя, жидосун кет.